Қалдеріңіз қалай? Бүгін біз қайда шықты деп ойлайсыздар? Біз бақшамызға көшет алуға шықтық. Біз тұратын жерде саяжайлар өте көп. Сол себепті мұндағы халық саяжайда бақша егеді. Көшенің бойында апаларымыз осылай қиярдың, қызанақтың, мынау көксөктің барлығының көшетін алып шығып сатады. Мына жерде апамызға келіп, осы жерден көшет алғалы тұрмыз. Картошкаңыз қаншадан? А? Картошка. Картошка челеге 1000 теңге. Yaxşı картошка. 20 штук. 10 и 20-40 штук. Еще что-то? Огурцы аламыз ба? Огурцы анандай uzunu бар ма? Дөу. Bunlar корнишон. Uzun пачкада бар. Ну, корнишон. А bu кабачки не надо? Ал? Кабачки бар. Тыква, кабачки бар. Так, кабачки аламыз ба? Біреу. Берейік те. Осыны береміз. Аяқ жағын. Иә, алып көрейік. Bir кабачки беріңіз. Uzun огурцы жоқ дейсіз ғой да? Мынаны отырсаңыз А кішкентай. bu ne? На салат, например. Вот 40 штук будет. Белі еңкейсе де апамыз өте еңбекқор екен. Жолдасым екеуміз сөйлесіп отырып, 20 тал етті қызанақ, сосын 20 тал күзге қысқа тұздайтын қызанақ алдық. Сосын қияр алдық. Қиярдың 2 түрін алдық. Біреуі ұзын қияр, оны жазда жейміз. Ал екіншісі кішкентай қияр. Оны қысқа тұздаймын. Және кабачки алдық. Одан кейін бұрыштың 2 түрлісін алдық. Біреуі көк бұрыш, екіншісі светофор бұрыш дейді екен. Сөйтіп үйге қайттық. Үйге келгеннен кейін барлығымыз бала шағамызбен осы әкелген көшеттерді отырғыздық. Кеш батпай жатып, ең алдымен қиярды отырғыздық. Одан кейін қызанақты, бұрышты, жаңағы кабачкиді отырғызып, кеш батқанша үлгердік. Үйімізде, өзімізде, балаларымызда бақша еккенді, бақша күткенді, және де үйдің көкенісінен жегенді ұнатамыз. Осы еңбекқор апамызға және де біздің еңбекқор балаларымызға лайк басып, және де пікір қалдырып, қолдап кетіңіздер. Мынау біздің артизан суымыз. Осылай кешке дейін балалармен еңбектеніп, бақшамызды отырғызып біттік. Су толтырып, кешке қарай су жылыған кезде көшеттерге тек қана жылы су құямыз.